Құжаттар жасау және ашу Word бағдарламасында файлдар құжаттар деп аталынады. Документы. Жаңа жобаны бастағанда әдетте жаңа құжат жасайсыз, ол таза парақ немесе шаблон негізінде болуы мүмкін. Сондай-ақ бұрын сақталған құжаттарды ашып үйрену маңызды. Жаңа құжат жасау үшін бізге файл создать дегенге келеміз. Новый документ. Жаңа файлды жасаймыз. Одан кейін шаблон негізінде құжат жасауға да болады. Мысалы, файл создать новый документ. Мына жерде әртүрлі шаблондарды көреміз. Шаблондар міне төмен жағында қандай да бір темплетке байланысты жасағымыз келсе, біреуін байқап көрейік. Мысалы, грамота для сотрудника месяца создать. Мына жерде қараңыз, барлығы оформление жасалған. Оны қажетті өзімізге өзгертеміз. Мысалы, көрейік мына жерде. Біздің айдың үздік аты жөнін жазамыз, барлық ақпаратты толтырамыз. Осындай шаблондарды пайдалануға болады. Әзірге мен жаба салайын, сақтамаймын. Жаңа құжатты жасауды үйрендік, ешқандай қиындық жоқ. Одан кейін тағы не? Бұл жерде сақталған құжатты ашу үшін открыть дегенді пайдаланамыз, құжаттарды бекіту үшін пинді пайдаланамыз. Және сәйкестік режимі дейді. Мысалы, бұл жерде ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Қандай да бір құжатты ашу үшін мына жерде открыть біздің OneDrive-тан немесе компьютерден, өзіміздің папкалерден қарастыруға болады. Кез келген құжатты ашуға мүмкіндік бар. Одан кейін компьютерге жаңағы құжатты бекітіп қою, оны алдында қарастырамыз, тағы да қарастырып кетсек болады. Міне мысалы файлдарды тіркеп қоятын болсақ, ол алғашқы болады және тез жұмыс жасауға, бірінші жұмыс жасауға мүмкіндік аламыз. Одан кейін сәйкестік режимі деген екен. Мысалы сізде кейбір жағдайда Microsoft Word-тың ескі нұсқалары болатын болса, 2010-2017, ол құжаттарды ескі жасалған файлдармен жұмыс жасауға тура келеді. Мұндай құжаттарды ашқанда ол жерде режим совместимости ашылады. Бұл режим ол құжаттағы жаңа мүмкіндіктерді өшіреді және тек сол құжат жасалған Word нұсқасына сәйкес командалар ғана қолжетімді болады. Мысалы, егер Word 2007-де жасалған құжат болса, онда сол уақыттағы тән командаларды ғана қолдана аламыз депті. Оны көру үшін мына жерде қандай да бір Word 2007 бағдарламасы берілген. Қазір оны біз жүктеп аламыз. Word 2007-ні загрузкада сақтаймыз. Осы жерге келіп, осы файлды ашып көрейік. Мысалы, открыть. Міне Word документ ашылды. Интернеттен жүктелген файлдармен сақ болыңыз. Ол жерде қандай да бір қауіпті вирустар болуы мүмкін. Алайда бұл енді оқу мақсатында болғандықтан сенімді екеніне сенем. Сондықтан разрешить редактирование. Мынау 2007 нұсқасына жасалған. Одан кейін файл. Бұл жерде сведения келетін болсақ, міне режим совместимости де көріп тұрмыз. Бұл файлдың авторы қашан жасалғаны, жалпы Word 2007-де жасалған документ ретінде сақталып тұр. Одан кейін біз оны преобразовать ретінде басып, Word-тың жаңа нұсқасына дейін жаңартуға болады форматын. Ол жерде кейбір өзгерістер енгізіп, жаңа мүмкіндіктерді тырысамыз. Алайда бұл жерде структурасы өзгереді. Ол жерде жаңарту болады. Алайда кейбір жаңа функциялар бұл жерде жұмыс жасамайды. Сондықтан біз оған сенеміз және ОК нүктесін басамыз. Осылай біз ескі документті жаңа Word 2024-ке сәйкестендіріп түрлендірдік. Режим совместимости, жарайды, сохранить дей салайын. Және мына папканы заменить етіп жіберейін. Осымен болды. Ары қарай көрейік. Бұл жерде тағы не ақпарат берілген екен? Практикалық тапсырма берілген. Осы тапсырманы орындап көріңіз. Word құжаттарын сақтау және бөлісу. Word-та құжат жасаған кезде оны кейінірек қайта ашу және өңдеу үшін сақтау қажет. Word 2004 нұсқасында құжатты компьютерде OneDrive бұлтта сақтауға болады. Сонымен қатар Word арқылы тікелей құжаттарды экспорттау және бөлісу мүмкіндігі бар. Бұл жердегі қарапайым сейфті басатын болсақ, сақтау құжат жасағанда немесе өңдегенде жылдам сақтау үшін қолданылады. Бірінші рет сақтағанда аты мен орналасу жерін көрсетуіміз қажет. Кейін жай ғана Ctrl+S немесе дискет белгісесіне басу арқылы жеткілікті. Ал енді Save As деген тәсілі бұл жерде құжаттың жаңа көшірмесін жасау керек болғанда қолданылады. Мысалы, файлдың атауын өзгерту немесе басқа папкаға OneDrive-ға сақтау әдістері.
OneDrive туралы жаңа қарастырдық алдыңғы сабақта. Мына жерде мысалы жаңа құжат жасайтын болсақ, қандай да бір өзгеріс енгіземіз. Мына жерге жаңа құжат файл, бұл жерде сақтауды кнопкасын басатын болсам, ол қай жерге сақтайтынын көрсетіп жатыр. Мен сохранить как бы өзгеріп кетті. Этот компьютер, одан кейін жұмыс үстеліне келейін. Жұмыс үстелінде қандай да бір жаңа папка жасаймын. Бұл жерде Word сабақтары дей салайын. Word Learning. Одан кейін жаңа құжат сохранить. Енді алдағы уақытта біз мынаны баса саламыз, немесе Ctrl-S-ті басамыз дейді. Қандай да бір өзгерістер болса, мына кнопканы баса саламыз. Ешқандай қиындық жоқ. OneDrive туралы алдыңғы сабақта қарастырған болатынбыз. Word құжатын сақтау жағынан бөлісу қайтадан қайталап жатты. Құжатты сақтау жолдары, көшірме жасау қалай жасалынады? Options сақтау, авто сақтау және авто recovery деген екен. Word бағдарламасы сіз жұмыс жасап жатқанда құжаттарды уақытша қалтаға автоматты түрде сақтайды. Егер сіз сақтауды ұмытып қалсаңыз, немесе бағдарлама жабылып қалса, авто сақтау арқылы файлды қалпына келтіруге болады. Ол үшін Word бағдарламасын ашыңыз, қалпына келтіру панелі шығады дейді, егер сақталған нұқталы болса. Қолжетімді файлды басыңыз, құжат қалпына келеді. Word әдепкі бойынша әр 10 минут сайын автоматты түрде сақтайды дейді. Файл көрінбесе, Backstage көрінісінен нұсқаларды басқару, сақталған құжатты қалпына келтіру таңдауға болады дейді. Кенеттен құжатымыз жабылып қалатын болса, онда файл мына жерде журнал болуы мүмкін бізде, другие дейді. Енді қандай да бір қате шығып кететін болса, файлымыз жабылып қалатын болса, бізге мына жерде автосохранение деген құжат шығады. Соны ашқыңыз келе ме, автосохранение, соңғы өзгерістер сақтағыңыз келе ме деген сізде сұрақ шығады. Егер соны таңдайтын болсаңыз, құжаттарыңыздың соңғы жасалған өзгерістерін ашуға мүмкіндік болады. Құжатты экспорттауға ешқандай қиындығы жоқ. Оны да алдыңғы сабақта қарастырғанбыз. Мысалы, файл экспорт, бұл файлды PDF немесе XPS түрінде экспорттасақ болады, немесе типті өзгертіп сақтасақ та болады. Одан кейін құжатты басқа файл түрлерінде экспорттауды жаңа көрсеткендей айттық. Сохранить как документ, әртүрлі документ түрлері. Құжатпен бөлісу тағы да OneDrive туралы жазған екен. Одан кейін барып Word мәтін жұмыс негіздері депті. Енді шын айтайын, бір жағынан қарап отырсаңыздар, өте бастапқы қарапайым болып қалды бұл құжат. Тек қана кішкене ар жағында енді қызықты бола бастайды деп ойлаймын. Енді мәтіндермен жұмыс жасау. Жарайды, таныса берейік, керек болады деп ойлаймын. Олай болса келесі сабақ мәтіндермен жұмыс жасау.